Қалайсыздар достар, мен YouTube арнамда жаңа видео. Бүгін мен өзімнің 1,5 миллион теңге кеткен жұмыс үстеліме шоу жасайын деп отырмын. Мен толыққанды шоу, мен Instagram'да көрген болсаңыздар қысқа шоулар, бір адамдар түсінбей жатыр, оны не үшін алдың, неге алдың деген секілді. Бүгін мен сіздерге толық жауап беремін, қандай артықшылығы бар, қандай кемшілігі бар деген секілді. Сонымен бастайық. Алдымен сіздер бізге тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар. Және біз 100 мыңға жетейікші, 100 мыңға жететін болсақ, бір оқырманымызға iPhone 16 ол кезде 17 шығып қалған жаса 17-де сыйлайтын жармыз. Сондықтан дереу бізге қолдау білдіріңіздер, біздің қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Рахмет баршаңыз. Мен жалғызбын ғой. Сонымен бастайық. Мен ең бірінші бастайтын дегенім тұрып айтайын, сіздерге лайк болсын, әдемі кадрларды қоса беретін боламыз. Бірінші неден бастайын? Мен отырған орындығынан бастайын. Бұл Сихо деп аталатын орындық, Қытайдың бренді. Не үшін бұны алдым деген сұраққа қойып, бірақ себеп дизайн ұнады. Қараңыздаршы, бір дизайн ұнағаны, мына қараңыздар. Мынаның асты отыратын орындығымен астында мындай бос кеңістік бар. Мынау енді мен минимализм жақсы көремін да, осындай дизайн жақсы көремін, осындай кішкене детальдар мен үшін өте маңызды, сол ерекшелеп тұрған. Неше түрлі столдар көрдім, бәрі бұның қасында бір 2-3 есе арзан. Мен Инстаграмға шоу жасаған кезде адамдар жазып кетті, ой, неге алдың, қымбат алып қойсын, 20 мыңға да алуға болады. Алуға болады, дәл осындай емес, асты ондай емес. Осындай формадағы орындық бағасы 20 мың теңге тұр. Бірақ мынандай жерінде, мысалы, айналатын дөңгелектері бар ғой, соның өзінде мына ақпақ несі бар. Яғни айтқанда ұйқаспай қалған сияқты көрінді, сол үшін мен оны алмадым. Мен жалпы детальді жақсы көремін да, маңызды болған екен, неге осы үстелді алдым, бағасы 65 мың теңге, қателеспесем, иә. Менің алған 75 мың алғам. Қазір бұл 65 мың теңге болып қапты өткенде көрген кезімде. Бір кісі сұраңыз. Одан кейін екінші артықшылығы, мына жердің бәрі тор, ауа өткізіп тұрады. Яғни мына орындықта ұзақ отырып компьютердің алдында жүрген кездеріңізде мына артына андай терлеп отырмайсыздар ғой. Және бір қызық нәрсе бар. Мына орындыққа былай тура отырмайтын болсаң, бүйтіп қисайып биден отыратын болсаң, жайлап бүйтіп сырғып бүйтіп құлап кетуің мүмкін. Енді бұл біреу үшін минус шығар, мен үшін бір плюс деп те ойлаймын, себебі тік отыруыңа бір себеп болады. Енді өзім ақтап алған дүнием ғой. Одан кейін екінші тағы бір минусы дейінші, мынаған салмағы өте үлкен адамдар отыра алмайды. Ары кетсе, қанша 85-90 килограмм ғана көтеріледі. 90-нан артық адамдар мына орындықты көтермейді. Сондықтан да ол нәрсені ескерген жөн. Енді осындай назы көп орындық десек те болады. Бірақ маған дизайн ұнады, қатты ұнады. Одан кейін тағы бір артықшылығы, мен өзім риза болғам. Осы неге осы серый түс дейді ғой. Күлгін түс па, қалай қазақша? Күлгін. Сұр түс. Мына жерде менің аймағыммен түсімен бірдей, сол үшін де алдым. Мінекей осы. Қалай сіздерге орындық, комментарий жазыңыздар. Одан кейін екінші, мынау менің ритмикс деген үстелім. Бұл ритмикс үстелдің бір артықшылығы, мына бүйтіп басатын болсаң, көтеріледі. Яғни бұл бұндай көтеріліп түсетін орындықтың алдында бірақ қана себеп бар менде. Сен отырып, компьютердің алдында ұзақ отырып жұмыс істеген кезде, арқаң бүйтіп бүкіріп, менде сол проблема мынау. Яғни менде осанка дұрыс емес, тік жүре алмаймын. Сондықтан да отырған көп жұмыс істеп болғаннан кейін арқаны созу үшін, омыртқаға зиян болмас үшін осылай тұрып жұмыс істеймін. Біраз уақыт өткеннен кейін 20 минут сайын. Осылай қосып, осы тұрып отырып, өйтіп жұмыс істей бересіз. Осы орындықтың артықшылығы. Брендтің аты Ritmix. Осыдан 2022 жылы алдым ау, 21. Жоқ, 22 жылы алдым. Ол кезде мұның бағасы 180 болып тұрған. Бұндай үстелдер Қазақстанда әлі көп табылмаған деді. Ең алғашқылардың бірі болдым. Қазір бұл бренд қанша тұратынын білмеймін. Ritmix'тіңкі алғашқылардың бірі болған мінекей. 3 режимде таңдайсың өзің. 78-115 сантиметрлік деген секілді. Және бұлай қолына үстіне басып, астына басып, мынау арқылы да биіктігін реттеп отырсаң болады. Мінекей осы үстелдің артықшылығы осы. Тағы бір артықшылығы бар бұл үстелдің. Ол қандай дейтін болсаңыздар, байқасаңыздар, ешқандай астында кабель көрініп тұрған жоқ. Бірақ кабель көрініп тұр, анау бірақ кабель шықты. Қалған ешқандай кабель көрініп тұрған жоқ. Мен минимализм жақсы көремін. Және артық нәрсе бүйтіп шығып тұрғаны, ыбырсып тұрғаны, бір реттілікпен тұрмайтын болса, мен жыным келеді. Тұра алмаймын, ол нәрсе жүре алмаймын деген сияқты. Сондықтан да әр нәрсе өзінің орнымен тұрғанын жақсы көремін. Сондықтан да байқасаңыздар, бірақ кабель шықты. Ол ненің арқасы дейтін болсаңыздар, мен қазір сіздерге көрсетейін.
Ана орындықты түсірейін. Сіздерге сол кезде анық болып көрінеді. Ол ненің арқасында дейтін болсаңыздар. Болды, тоқтады. Қараңыздар, мына үстелдің артын көрсетейін сіздерге. Мына. Бүкіл кабель, бүкіл нәрсе мына үстелдің артында мынанда арнайы өзінің кабель жәшік дейміз ба, соған жасырылған. Байқасаңыздар, бірақ шнур шығып тұрған ба, мына жерде қараңыздар қанша тоқ тығылып тұрған. 1, 2, 3, 4, 5. Иә, 5 шнур тығылып тұр. Байқатсыздар ма? Мінекей, осы ғана осының бәрі артындағы неге жасырылып тұр. И көзге көрінгенде әдемі, енді реттілікпен сені шаршатып, ыбырсып тұрмайды. Мінекей, осы үстелдің артықшылығы. Одан кейін келесі iMac. Иә, бұл мына үстелдің, айтпақшы үстелдің кемшілігін айтпаппын ғой. Қандай кемшілік бар? Маған ұнамайды бір кемшілік мынау. Үнемі көргенсе, мынау барлығы жақсы. Сапасы да бәрі жақсы, салмақ көтерілді де бәрі жақсы, иә. Бірақ мына жерде мынандай шығып тұрады ғой, мына енді. Көрсіздер ма? Мына жерінде мына үстел тұрады. Мына жерде мынандай бір қара моторы шығып тұрады. Мынау маған ұнамады енді. Енді қымбатын, өте қымбат бір 300-400 мың теңгелігін алатын болсаң, ол да бұндай нәрсе көрінбей тұру мүмкін. Бірақ оған мен ол сәтте ақшам жетпеді. Бірақ мына үстелдің сол нәрсесі құрт тұр деп ойлаймын. Басқа нәрсесінің бәрі маған ешқандай нәрсе байқамаған. Себебі 2022-ден бері алдым. 2022 жыл. Міне қазір 2025 3 жылдан бері қолданып жатырмын. Әлі ешқандай бір кемшілік байқалған жоқ. Сынып қалған жоқ, құлап қалған жоқ деген сияқты. Енді үстелдің бірінші мақсаты сол, құлап қалмау керек, сынып қалмау керек. Одан кейін iMac. Енді бұл iMac енді мен өзімнің жұмысыма бола алдым, мен сөзін аша керек. Өзім не жұмыс істеймін, қандай жұмыс істеймін, сол жұмысыма бола алдым. Бұл iMac-тың артықшылығынан гөрі кемшілігі өте көп. Бірінші содан бастайық. Себебі ойын ойнай алмайсың. Одан кейін мына iMac-та мына артында порт жоқ, порттар жоқ. Енді сен видео айналысатқаннан кейін неше түрлі материалдар бәрін өткізу үшін саған мына жерде порттар болу керек те, көп. Бұл жерде бір 2-ақ порт, USB Type-C, немесе Thunderbolt дейді немесе. Сол 2-ақ портта басқа порт жоқ. Яғни сен сырттан бағанағы microSD алып келетін болсаң, немесе HDMI деген нәрсені ұмытасың. Ол үшін бәріне бағанағы переходник алу керек болды деген секілді. Бұл сол, одан кейін ойын ойнай алмайсың, осы кемшіліктері. Одан кейін мына бір кемшілігі, анау несі бар ғой, меңзері дейді, тышқаны дейді қазақша айтқан кезде. Сол өте жай жұмыс істейді ғой. Енді біраз уақыт өткеннен кейін үйреніп кетесің, бірақ салыстырмалы түрде нелермен басқа Logitech-пен салыстырған кезде әжептәуір жай жұмыс істейді. Ол менің байқаған кемшілігім. Ал бірақ менің жұмысыма арналған болғаннан кейін сол үшін алдым дедім ғой, мысалы. Бірақ бағанағы сценарий жазған кезде, бағанағы Premiere Pro деген секілді, немесе бағанағы сол сияқты программалармен контент көретін кезде деген секілді, сол жалпы менің жұмысыма арналғанда мен үнемі документ қағаздармен көп жұмыс істеймін. Сол кезде бұл өте маған пайдалы, тез жұмыс істейді. Windows-ты алмаған себебім сол. Олардың ең тез жұмыс істегенін алу үшін сен кемінде 4-5 миллион құрту керек болды. Ал мынаның бағасы 1 миллион теңге болды. Сондықтан да осыны алдым. Яғни өзіме арналған жұмыстар. Иә, әрине ойын ойнай алмаймын, бірақ ойын ойнайтын кезде достарым үйіне бара саламын, немесе компьютер орталығына барамын. Болды. Солай. Сол кезде ғана ойнаймын, басқа кезде осы iMac-тың жұмыс істеуге арналған. Болды, түсіндік қой, iMac жұмысқа арналған. Болды, басқа ештеңе емес. Одан кейін келесі, мынау Satechi 2022 жылы алғам. Satechi'дің бұл кілемшесі, енді маған бұл қатты ұнайды. Қараңыздаршы, қоңыр түсте былғарыдан жасалған, енді керемет дизайн, көзге көрінісі бәрі әдемі. Бірақ бұның бір кемшілігі бар. Енді әр нәрсенің таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Мынау былғары болғаннан кейін деп ойладым. Себебі мен де айтар едім, енді келесі сіздер алатын болсаңыздар, былғары алмақ қойыңыздар деп. Себебі мынау былғары біраз уақыт өткен кезде мынау қолың терлетеді екен. Кәдімгідей терлетеді, мына жердің бәрі тер болып кетеді. Сол кезде осы бір кемшілік байқалады. Бұлай көрініс үшін алуға болады осыны қоңыр түсте былғарыдан. Негізі мен сіздерге айтарым, кілемше алатын кезде қоңыр түсін алыңыз, бірақ материалы былғары болудың қажеті жоқ. Себебі бұл терлетіп жібереді деген. Бірақ көрінісі әдемі үшін алуға болады. Солай.
жалпы алуға кеңес беремін негізі. Дәл осындай былғар түсі. Мен де егер келесі жолы алатын болсам, мен алып қойдым ғой деп тұрмын ғой. Келесі жолы алатын болсам, алмайтын едім. Бұның бағасы мен алдым 45 теңгеге ме алғам. Енді қымбат, бірақ бағасына лайық. Қараңыздар сапасын, қараңыздар қалыңдығы барлығы керемет. Одан кейін тағы бір нәрсе, мынау станция. Бұл ненікі? Сатечидіңкі бұл да бренд, бұл әлемде. Мынау Сатечидің кілемшесі, мынау Сатечидің станциясы. Сатечи деген жалпы осы аймаққа, айфонға осындай аксессуарлар сатады. Әлемде жақсы бағаланған, жақсы неде, жалпы статусы бар брендтердің бірі десек те болады. Қараңыздар, бұл станция жай ғана мына жерге айфондарыңызды қоясыздар, осылай зарядтау станциясы, осындай көрген шығарсыздар. Одан кейін мына жерге не қойсаңыздар болады? AirPods-тарыңызды. Осы жерге қойып, сол зарядтай берсеңіздер болады. Мен бұның бір ғана себептен ал, мен iPhone бұнымен зарядтамаймын, сөзін ашып мойындаймын. Өз зарядкасы бар, сонымен зарядтаймын, себебі мынаумен бір ғасыр өтеді зарядтау, сөзін ашып 5 ваттпен зарядтайды. 5 ватт деген ойлана беріңіздер, 4-сі жай зарядтайды. Анамен мысалы бір 40 минутта зарядтайтын болса, өзің зарядкасымен. Анамен сен 2,5 сағат, 3 сағат отырасың, сондықтан да бұны мен қолданбаймын десем болады. Бұл жай ғана әдемілік үшін, көрініш үшін, жұмыс істеуім әдемілік үшін ғана алдым, ол осы. Одан кейін келесі, мынау менің сүйікті фигураларым бірі Вито Корлеон ба, соның мүсіні Пунка болып қойшым. Одан кейін келесі менің гүлім, мен былай айтайын, гүлді сіздер біраз көрсіздер, мынау өтірік гүл. Мен бұған дейін бір 4 ба гүлім болды, шын гүлім. Мен ана гүлді асырай алмайды екенмін. Асырай аламын. Мен бір кездерде көп шытқа шығып кете беремін ғой, мен 3-4 күнге, 5-6 күнге кетіп қалған кезінде, ана гүлдердің барлығы өліп қала берді ғой жалпы айтқан кезде. Сондықтан да мен дұрысы, мен табиғатта қиянат жасамаймын, көп нәрсе өлтіріп атым дедім де, сонымен осындай қандай искусственный деген қазақша жасанды гүл алдым. Одан кейін келесі мен мынау енді менің ерекше лампа, мұндай лампаны ешкімден көрмейсіздер. Бұл Xiaomi'нің шығарған лампасы PP ламп деп аталады. Бұның қандай кереметі бар деген сұрақтарыңыз бар ғой, мына қараңыздар, бұның өзінің әдеті бар. Қосылып тұр мұны? Осындай кемшілігі бар. Осындай айтайын, программасыз әлі жетілмеген деп айтсақ та болады. Қосылып жатыр ма? Не отыр? Нан бассаң былай қосылады. Міне көрсіздер ма? Осылай қимылдайтыны бар. Бүйт басынан бүйт түп не ақсаң, сипаласаң, не алатыны бар еді. Бұл бүйте ойнайтыны бар еді. Қимылдаса. Не айтамыз енді? Болса кемшілігі. Кейде өшіп істемей қалады. Кейде істеген кезде бүйт басынан қимылдатсаң, жақсы дейді ғой, не болғана? Не, мақтаңыз тойда осырады дейді ма? Сондай болды ағайындар. Көріп тұрғандарыңыздай, негіз осында бит қимылдап, әртүрлі әрекеттер жасап ойнайтын ғой, бірақ сіздер бүгін біз YouTube-қа видео түсіреміз деген кезде бұл өзінше долданып ештеңе істемей қалды. Неге бұлай болып тұрған білмеймін. Есін кейін жинағаннан кейін бірдеңе болған шығар. Жалпы осындай лампа. Одан кейін мына екі сөре, бұл екі сөре не үшін тұрды? Жай ғана бір заттар, әдемі заттар қойып қойдым. Стив Джобстың кітабы, лампа, андай лампа, қызық лампа. Білесіздер ме? Бұрын бізде аталарымыз, апаларымыз жүретін де, білесіздер ме олай? Андай бүйтіп шырақ ұстапшы, сондай шырақшының лампасы деп айтамын өзім. Осылай 3 режимде несі бар? Жарықтық деңгей 3 режимде. Мына 1, 2, 3. Осылайша айнала береді. Мына 2 режимде бүйтіп ұстасаңыз, бұлай ұстаса болады. Мына артында бірақ батырма бар. Тық. Осылай ұстап қолдана берсеңіздер болады. Мінекей осы лампа, одан кейін екі фигура. Бұның сіздерге ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Мынау мен Digital Алматыда берген камералары қолданбаймын, просто бұны сән үшін қойып қойғам. Одан кейін мынау екінші келесі затым нерге қойып қойған, бұл ойыншық енді. Бұл қандай ойыншық? Сіздер өздеріңіз білесіздер. Менің кезінде 2007, 2008, 2013 жылдарға дейін осындай ретро ойындар ойнайтынбыз. Бізден Sega деген, мен өзім Sega ойнағам. Сол Sega ойнаған кезімде сондай ойындар, Sonic деген ойындар бар, тағы басқасының барлығы осы жай ғана ненің ішінде бар.
барлығы бар ғой, жалпы ішінде бір 4000-ға жуық ойын бар. Бәрін қайсы бірін ойнап отырсың дейсің, бірақ осы сондайға арналған жалпы. Одан кейін кубик Рубик. Мен де кубик Рубик құрастырамын. Мен физмат мектепте оқығам, сол кезде бәріміз осы кубик Рубик құрастырып жарысатынбыз. Мен де құрастыра аламын. Енді ермек жасаған кезінде, шаршап отқан кезде кейде осындай ермек қылып ойнаймын. Одан кейін тағы не? Ең алғашқы афро-американдық бейсболисттің мүсіні 42-ші. Осылай достар, менің кішігірім өзімнің жұмыс үстеліме шоу жасадым. Осыған 1,5 миллион кетті. 1 миллион теңге аймак, 1,40 ба сондай. Үстел 70-80 мың теңге, 75 мың теңге. Мынау орындық 70-85 мың, 75 мың теңге. Мынаудан 280 мың теңге, 40 мың. Мынауда 45 мың теңге, бана сателлит станциясы. Мынауда 20 мың теңге, 10 мың. Осылай, сонымен 1,5 миллионға барып болды. Мінекей достар, менің жұмыс үстелім болса, ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Дереу біздің YouTube-тың қазақша алғашқы техноблогтың дамуына үлес қосыңыздар. Енді сіздер лайк басқан сайын мен де осылай үнемі мотивация алып, бұдан да керемет видеороликтер жасауға тырысамын. Сондықтан да барынша қолдауларыңызды күтемін. Рахмет баршаңызға.